ертеде бір шал мен кемпірдің қартайғанда көрген Жәмила атты ақылды зерек қызы бар екен. Ол 5 жасында хаттанып, кітапты қызығып оқитын болыпты. Бірақ достары одан: «Кітаптан не қызық оқыдың? Бізге де айтшы», деп жалынып сұраса да, өмірі айтпай қояды екен. Атанасы оған мұндай әдетіңді қой десе де, олардың сөзін елемей жүре беріпті. Сөйтіп жүргенде, бір күні ол достарымен бірге ауыл маңында гүл теріп жүріп, қызыл жасылды әдемі көбелекті көріпті. Қыз оны қуа жөнелген екен. Бірақ көбелек оп-оңай ұстатсын ба? Қуа-қуа әбден шаршаған соң көк шалғының үстіне құлай кетіпті. Бір заматта ентігін басып, жан-жағына қараса, мүлде беймәлім жер. Көз көрім жерде тірі жан жоқ. Өзінің адасып кеткенін түсінген қыз көзінің жасын төгіп жіберіпті. Сөйтіп, беті ауған жаққа қарай жүгіріп келе жатса, қайдан шыққаны қайдам, бір қызыл ит оны тұра қуыпты. Қыз қорыққаннан есі шығып безе жөнеледі. Сөйтіп, бір қырдан асқанда алдынан ақсақалды қария кезігіп, таяғымен итті қуып жіберген соң: «Не қып жүрген қызсың?» дейді. Жәмила қуанғаннан: «Әдемі көбелекті достарымның бірі менен бұрын ұстап алар деп есім шығып қуып жүргенде адасып кеттім», деп шынын айтып беріпті. «Қарағым, мен сен туралы достарыңнан көп естігем. Білгеніңді достарыңнан қызғанатының қалай? Егер мен де білгенімді қызғанып, сенің ауылыңның қайда екенін айтпасам, не болар еді? Ақылды адам қызғаншақ болмайды. Өзіңе қалаған игілікті басқаға қаламаған адам Аллаға иман келтірген болып есептелмейтінін есіңнен шығарма құлыным». «Ата, бірақ олар менен көп біліп, менің білімімді алып қояма деп қорқамын», депті қызғаншақ қыз. Сонда дана қария күлімсіреп тұрып: «Білім жаңбыр секілді. Жаңбыр жақсы топыраққа жауса, ол жер суды сіміріп, одан мол шөп өсіп шығады. Бірақ жаңбырды бойына сіңірмейтін жерлерде болады. Алла оның да пайдасын адамдарға тигізеді. Адамдар одан су ішеді, малдарын суғарады. Жаңбыр оның басқа жеріне де жауады. Ол бірақ суды да ұстамайтын, шөпті де өсірмейтін сор жер. Яғни жақсы нәрсе келгенімен оны өзі де пайдалана білмейді. Өзгеге де пайдасын тигізе алмайды. Ал сен болсаң, құнарлы топырақ секілді пайдалының бәрін жинап, өзгеге де пайдаңды тигізе біл». «Жарайды ата, ендігәрі мен қызғаншақ болмауға тырысамын». Сөйтіп, қария қызды ауылға дейін шығарып салып, өзі жолымен кетіпті. Атанасымен қайта қауышқан қыз қатты қуанып, қарияның сөздерінен сабақ алып, жаман әдетінен арылған екен.